Пайғалланың сәлем болсын, аса қадірменді қазағым, назарыңызда Жанбол Рахматулла. Қайталаймын, биліктің иесі халық. Назарбаевты біз 2020 жылға дейін сайлап билік бердік. 100 мектеп, 100 аурухана, жолдар, үйлер, тағы басқа салам деген жобаларына сеніп. Алайда биліктің тізгінін бергеніміз оның ойына келген жасатқызып отыру деген сөз емес. Қазақтың жері бір әулетке ғана тиесілі емес. Қазақтың жері және астындағысы мен үстіндегісі жалпы қазақтың меншігі. Балық басынан шіриді, ақиқатты мен айтам, алайда жалғыздың үні шықпас деді. Сондықтан бір заңнамалар немесе жобалары ұнамай жатса айтыңыздар, үндемей отпаңыздар. Үндемеген келіскендіктің белгісі. Болашақ бағдарламасы, болашақ энергиясы деп қиялдамай қазіргі сәтте өмір сүру керек. Біз жас мемлекет емеспіз, біз тозығы жеткен мемлекетпіз. Біздегідей жер асты байлығы болмаса да, біз сияқты тіпті газға зар болып, көмір жағып уланбай басқа елдер көптен бері жердің қуатымен, мөлдір судың күшімен, күннің сәулесінен энергия алып отыр. Шындық, ақиқатты іште жасырудың қажеті жоқ. Ел боламыз десек, өз-өзімізді алдауды қою керекпіз. Ұмытсаңыздар, естеріңізге салайын. Мемлекетті мемлекет етіп отырған сіз бен біз. Баршаңызға Алланың сәлем болсын. Саналы болыңыздар. Назарбаев патша да хан да емес. Биліктің иесі халық. Ассаламу алейкум.